Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен тұшпара, яғни пельмени жасап үйренеміз. Оны әдеттегідей емес, өзгеше етіп дайындаймыз. Менімен бірге болып, соңына дейін тамашалап өтіңіздер. Алдымен тұшпараның қамырын илейміз. Қамырына ұнды електен өткізіп аламыз. Ұнымызды електен өткізгеннен кейін бір жұмыртқа саламыз. Салқын суымызды алып, оған тұз салып араластырып аламыз. Ұнымыздың үстіне өсімдік майын құйып, оның үстіне тұз қосылған суымызды құйып, қамыр илейміз. Қамырымыз қатты болмау керек және өте жұмсақ та болмау керек. Орташа болғаны дұрыс. Қамырымызды илеп болған соң бетін жауып, тындырып 20 минутқа қоямыз. Осы уақытта біз тұшпараның салмасын дайындаймыз. Салмасына тартылған ет және пияз. Пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Пиязымызды турап алғаннан кейін, оны тартылған етіміздің үстіне саламыз. Оның үстіне тұз, керек мөлшерде қара бұрыш, қызыл бұрыш және өзіңізге ұнаған приправа қоссаңыз болады. Аздаған өсімдік майын құясыз. Жақсылап араластырамыз. Біздің салмамыз осымен дайын. Енді біз тұшпараның сорпасына көшеміз. Ол үшін бізге керегі бір пияз, бір сәбіз және бір картоп керек. Пиязымызды турап, сәбізімізді күштен өткіземіз және картопымызды төртбұрыштап турап аламыз. Қызып тұрған қазанымызға пиязымызды қуырып аламыз. Пиязымыздың артынан сәбізімізді саламыз. Сәбізіміз жұмсарғанша қуырамыз. Осы сәтте қара бұрыш пен сарымсақ салсаңыздар болады. Содан соң картопымызды саламыз, аздап қуырып, үстіне томат пастасын саламыз. Томатымыз түсін өзгерткен кезде үстіне су құямыз. Суды өзіңіз қалауынша құйсаңыз болады. Суды құйып қайнағанша тосамыз. Суымыз қайнағанша қамырымызды жайып, пельменімізді, тұшпарамызды түйіп аламыз. Қамырымызды жайып алғаннан кейін төртбұрыштап кесіп, тұшпараларымызды түйіп шығамыз.
Суымыз қайнаған сәтте тұз және дәмдеуіштер дәміне қарай саласыздар. Қатты отқа қойып қайнаған сәтте біздің дайын болған тұшпарамызды үстіне саламыз. 7 минуттай қайнатамыз. Үстіне ас көк салып, дастарханға қойсаңыздар болады. Ал сіздерге ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Thank you.